Баршаңызға сәлем. Бүгін асқабақ қосылған ораманы духовкада пісіреміз. Алдын ала сиыр етіне фарш дайындап алдым. Одан кейін ішіне асқабақты турап қосамын. Әрине, бұл жерде пиязды да ұмытпаған дұрыс. Орама салымына қалауынша дәмдеуіштер қосылады, ал мен қарабұрыш пен тұз ғана қостым. Фаршымызды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ораманың қамырын илейміз. Салқын суға тұзды араластырып ертіп аламыз. Суымызға жұмыртқаның сарысын қосамыз. Енді қамырымызды жақсылап илейміз. Мен алдымен вилкамен, одан кейін қолмен илеймін. Қамырымызды жақсылап илеп алып, 10 минут салафанға қойып қоямыз. Қамырымызды жайып аламыз. Үстіне сұйық майды жақсылап жағып аламыз. Дайындаған фаршымызды жақсылап жайып саламыз. Ораманы рулет қылып ораймыз. Шашылып қалмау үшін рулетіміздің шетін бекітіп аламыз. Келесі қамырды жайып, дәл солай жасаймыз. Илеген қамырымнан 3 орама шықты. Енді табамызға май жағып аламыз. Ораманың үстіне жұмыртқаның ағын жағып аламыз. Не болмаса сарысын.
Алдын ала 180 градуста жылытылған духовкамызда ораманы 40 минуттай пісіреміз. Орамамыз дайын болды. Өте жұмсақ, әрі дәмді болып шықты. Духовкада пісірілген орама рецебі ұнаса, лайк басып жіберіңіздер. Рахмет.